сендерге мен тілегімді айтқым келеді. Бірінші, армандарың орындалсын, достарың көп болсын, оқуда озат болыңдар, қуаныштарың көп болсын, мақсат армандарыңа жете беріңдер. Білімге ұмтылыңдар, жетістіктерің көп болсын, сенімдерің арта берсін, жүректерің мейірімге толсын, жақсылыққа жақын болыңдар. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Келе ойынды. Topқа bölünüp alsak, ya? Topқа bölünüp alsak, енді biz қазір осы қай мезгіл? Қыс мезгілі, ya? Қандай айда тұрмыз? Ақпан айында тұрмыз. Және біртұтас және адал азамат бағдарламасы бойынша біз осы ақпан айымыз жаңашылдық және жасампаздық айы. Аптадайық сөзі жасампаздық бәрімізге, өнеге. Және алдарыңызға бағалау беріп қойдым. Домбыра бағалауын, я? Осы бағалау бойынша біз сабақтың өн бойында қандай бағалау түрлері бар? Мысалы, 1-ден 10-ға дейін білеміз ғой, я? Мен өзім жылжытып отырамыз, кім қанша балға дейін барады екен көреміз. Келістік па? Жақсы. Алдарыңызда тұр. Кеттік. Оқушылар, бүгін өзіміздің сабақтағы белсенділігімізді домбыра әдісі арқылы бағалаймыз. Кім сабаққа белсене қатысып, тапсырмаларды жақсы орындаса, сол оқушы осы домбыраға өз бағасын, яғни 1 ұпайын жазады. Сабақ соңында жиналған ұпайлар бойынша өз еңбегіміздің нәтижесін бірге қорытындылаймыз. 15 ғасырдың екінші жартысында Керей мен Жәнібектің туасында қазақ хандығы құрылған. Енді мен Керей хан мен Жәнібек хан туралы кішкене мағлұмат беріп кетейін. Керей хан ол қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі, алғашқы қазақ ханы. Ұлдары Бұрындық хан, Қожа Ахмет хан және Сұлтанәлі хан. Олар осы Керей ханның қалған 2 ұлы жөнінде нақты мәлімет жоқ. Ал 2010 жылы Астана қаласында қазақтың